Қайырлы кеш, қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздерге ИП тіркегеннен кейін, касса тіркегеннен кейін кассаны қалай соғу керегін көрсетемін. Мінекей, бұл ОФД1 касса. Рекасса 3 кассаны орнатқаннан кейін позицияды басамыз, добавить, заттың атын жазамыз. Мысалға, рюкзак школьный 2 штук, мысалға 8,5 мың теңгеден, добавить 17 мың теңге, наличныйға, егер наличный берсе, наличныйға деп жазып қоясыз, карта болса картаға. Далее продажа және орнатқан бастағы пин-кодты ұрасыз. Мінекей, сізде уже ұрылды. Тағы бір көрсетіп жіберейін. Позицияға кіресіз. Количество, мысалға, қанша штук? 20 штук. 250 теңгеден. Өзі итого есептеп береді. Добавить. Тағы да қандай зат алды, мысалға, сізден. Сол бір адам алған болса, тоже өйстіп қоссаңыз болады. Екі штук светильник деп жазамыз. 2,5 теңгеден. 5 мыңнан 10 мың теңге болды. Наличный 10 мың теңге. Далее продажа. Келесінде уже код сұрамайды. Осылай ұрсаңыз болады. Каналыма тіркеліп кетіңіз. Көргендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.